некедегі жалғыздық, отбасын құру. Бұл тек үйлену, үй болу емес. Ол қос жүректің бірігіп, бір мүддеге қызмет етуі. Бірақ кейде ортақ шаңырақ астында бірге өмір сүре тұра, жан дүниеміздің жалғыз қалғанын сезінесіз. Бұл некедегі жалғыздық. Шаңырақтың жылуы тек сыртқы қамқорлықпен өлшенбейді. Жақсы үй, мол дастархан, сыйлы орта бәрі бар, бірақ жанға жылы сөз жетпесе, жүрекке мұңға толады. Себебі адам баласының ең терең қажеттілігі түсіністік. Ал түсіністік болмаса, екі адамның арасындағы байланыс үзіле бастайды. Алла тағала қасиетті Құранда олар сендер үшін киім, сендер олар үшін киім іспетті деген. Киім адамды суықтан қорғап ұятты жерлерін жабатыны сияқты, ерлі-зайыптылар да бір-біріне тірек әрі пана болу керек. Пайғамбарымыздың әйелі Айша анамызбен өте жұмсақ түсіністікпен қарым-қатынас жасайтын. Ол отбасына тек күйеу ғана емес, дос, сырлас та болу керек екенін үлгі етті. Шешімі неде? Бірінші, жүректі ашу. Сезімдерді ішке бүгіп, үндемей жүру мәселені шешпейді. Бір-біріңізге шын көңілмен мұң арманды айтып, сырласыңыз. Екінші, қарым-қатынасты жандандыру. Күнделікті тіршіліктің ортасында бірге уақыт өткізуге арнайы уақыт бөліңіз. Үшінші, мейірімді болу. Қарым-қатынас тек сөзден тұрмайды. Жылы құшақ, мейірімді көзқарас, қарапайым күлімдеу жүректерді жақындатады. Төртінші, алғыс айту. Жұбайыңыздың еңбегін бағалаңыз. Оның жақсылығын көре білуге тырысыңыз. Алғыс сөздері кез келген жанның жүрегін жібітеді. Бесінші, дұға ету. Алла тағаладан отбасыңызға мейірім, махаббат, түсіністік сыйлауын сұраңыз. Дұға мұсылманның ең мықты қаруы. Ерлі-зайыптылардың арасында махаббатты сақтау бағбанның бақшасын күткен секілді. Егер су құймай күтім жасамасаңыз, ол солып қалады. Сондықтан отбасыдағы махаббат пен бірлікті сақтау үшін екі тарапта ниеттес әрі әрекетшіл болу керек. Себебі бір шаңырақтың астында жалғыз сезіну жалғыздықтың ең ауыр түрі. Отбасыңыздағы жалғыздықты жеңу үшін, Алланың разылығы үшін бір-біріңізге қамқор болыңыз. Сүйіспеншіліктің тамыры сөзбен, амалмен, ниетпен суарылғанда ғана тереңге бойлайды.